Ақтөбеде бауыр алмастыру операциясы ақысыз жасалады. Бұл жыл басынан бергі 5-ші бауыр трансплантациясы. Ота Оңтүстік Кореядан келген Сеул университетінің профессоры Ли мен қазақстандық профессор Жақсылық Досқалиевтің басшылығымен жасалды. Жалпы бауыр алмастыру сияқты күрделі операция дәрігерлер үшін маңызды оқиға. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев сәтті шыққан отадан кейін профессорлармен кездесу өткізді. Тек қана Ақтөбеде 4 кісінің бауыры ауыстырылды. Ол енді бізге үлкен көмек. Оған қосымша қазіргі таңда 17 кісінің бүйрегі ауыстырылды. Сіздердің тек қана бүйрек пен бауырды ауыстыру емес, біздің дәрігерлер дайындауларыңызды. Өйткені сіздің жақаңның қасында тұрып операция жасау, ол біздің дәрігерлер үшін бір жағынан енді ол үлкен абырой, екінші жағынан үлкен мектеп. Олар сізден барлығын үйренеді. Бұған дейін жергілікті мамандардың бүйрек алмастыру операцияларда сәтті өткен болатын. Бұл мақсатта жергілікті бюджеттен 250 миллион теңге қаражат бөлінген. Оған заманауи құрылғылар сатып алынды. Ақтөбелік дәрігерлер елімізде Астанада және Беларусь, Оңтүстік Корея елдерінде тәжірибе жинақтады. Бүгінге дейін профессор Лидің қатысуымен елімізде 50-ден астам операция жасалған. Ал осы жолы тәуелсіздікке тарту ретінде кореялық мамандар бауыр алмастыру операциясын тегін жасайтын болды. Сеул ұлттық университетінің басшылығы профессор Ли бастап келген. Біздің егемен еліміздің 25 жылдық тәуелсіздігінің 25 жылдық қарсаңында қайырымдылық акция жасауға ұйғарым жасап, қосымша тағы да бір операцияны бізге ақысыз жасап беріп жатыр. Жалпы бұл операцияның барлығы ақысыз жасалады, әрине тегін медициналық көмектің кепілдеген көлемінде. Ол шығынның барлығы мемлекеттік тапсырыс арқылы үкіметтен төленіп отыратын еді. Бір операцияның құны 20-22 миллион теңгедей тұрады. Ал енді мына 6-шы операция, ол мемлекеттен де ешқандай шығын шықпайды. Бұл шығынның барлығы Сеул ұлттық университетінің есебінен жасалғалы тұр.